Дін сақшы бағдарламасы. Армысыз құрметті көрермен, эфирде Дін сақшы бағдарламасы. Қазіргі қоғамдағы мұсылман әйелдерінің орны тақырыбында сөз қозғамақпыз. Бағдарлама қонағы Нұр Мүбәрак университетінің баспасөз хатшысы, дінтанушы Айша Аманқызы. Айша ханым, қош келдіңіз. Енді бүгінгі тақырып төңірегінде біраз сөз қозғалсақ, қазіргі таңда ислам діні жайлы сөз болғанда үрке қарап жатады көбінесе. Осыған байланысты, осының себебі неде деп ойлайсыз? Осының алдын алу жолдары қандай? Рахмет, Лина, сізді көргеніме қуаныштымын, және көрермендерге де армысыздар демекпін. Тақырыбыңыз, сұрағыңыз өте орынды. Себебі былай қазір бүкіл әлемде, әлем бойынша руханиятқа ұмтылыс, өзін өзі іздеу, жан әлеміне түсіну, жантану, мысалы ғылымына ұмтылыстың барлығы осы дінмен байланысты, дінге ұмтылыстың бір тенденциясы бар. Сондықтан да мына біздің елімізде де өзіміздің дінімізді білсек деген сияқты сондай негізгі ұмтылыс бар. Бірақ дегенмен бұл дін өте нәзік нәрсе ғой, адамның жүрегіндегі ең нәзік сенім деген бұл біздің өзіміздің жаңағы ата заңымызда да адамның діни сенім бостандығына еркіндік беруі, бұның өзі бұл өте нәзік нәрсе, бұл адамның жеке меншігі екендігіне байланысты болғандықтан бұл мысалға жат ағымдар соны ұтымды пайдалану үшін көбіне өздерінің мақсаттарына осы дін саласынан келіп жат діни ағым, діни идеология, жат діни идеология арқылы шабуыл жасап жатады. Сондықтан да мінекей көбіне дін жағынан білімі жоқ болғандықтан, діни білім көбісінің алуға мүмкіндігі болмағандықтан, адамдар көбіне қайсысы ақ, қайсысы қара екенін, қайсысы оң, қайсысы теріс екенін ажырата алмай жатады да, соның мысалдарынан жат ағымға кетіп жатады. Неге соның зардаптарынан адамда шын мәнінде дін деген осы ма деген сияқты бір үрке қараушылық қалыптасып барадыр. Бірақ оның бір ғана жолы бұл таза өзіміздің орта исламды насихаттайтын таза діни ұстаным қандай, таза өзіміздің ата-бабамыздың ұстанған жолы қандай, мінекей соны түсіну арқылы, оны біліммен ұғыну арқылы біз көп нәрсені алдын алуға мүмкіндік бар. Ал бүгінгі таңда көбінесе мына қыз-келіншектердің орамал мәселесі жайлы сөз болған кезде көбінесе сынға ұшырайтын тақырыптардың бірі. Осыған байланысты енді өзіңіз тарапыңыздан бір кереғар пікірлер, көзқарастар байқалды ма сіздің тарапыңызға түскен? Әрине, бұл қазір енді біздің зайырлы елімізде әртүрлі пікірлер болады, қоғамда болып жатыр. Орамалға байланысты ол енді белгілі жағдай ғой. Ал енді өзім мысалға журналистика саласында қызмет етіп, телевидение саласында қызмет еткеннен кейін, неге өстіп орамал таққаным көп адамға бұл тосын жағдай болды. Бірақ енді ол не себепті тақтың деген сияқты ол біліммен келдім. Мысалға мүфтиятта Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының имамдарынан мысалға сұхбат алу барысында сол сияқты Алла нәсіп еткен қажылыққа барудың нәтижесінде мысалға орамал таққаным жайлы мен үнемі айтып жүремін. Бірақ соның өзінде мысалға әлеуметтік желілерде өз әріптестерім, яғни журналистердің тарапынан осы орамал бұл не дұрыс емес, ата-бабамыздың жолы емес деген сияқты сондай қарсы шабуылдар өзім бірнеше рет көрдім. Бірақ мысалға сол әріптестерімнің өзі қызық болғанда сол аналарымыз сияқты, әжелеріміз сияқты орамал тақпайды. Сондықтан да біз бұл жерде бір мәселені ұмытып жатамыз. Яғни біздің сыртқы пішінге қарап адамның негізгі ішкі тұлғалық оның таңдауы, оның тұлға ретінде, адам ретінде оның таңдауы, оның адам ретіндегі болмысына мән бермей сыртқы шабуылда жататын жағдайлар кездеседі. Сондықтан да бұл дінді дұрыс түсінбеуіміз былай тұрсын. Біз әлі өзіміз қоғамда жалпы адам ретінде бір-бірімізді тануымыз, адам ретінде бір-бірімізді сыйлауымыз, тұлға ретінде. Мысалға Конституцияда, ата заңда барлығы айтылған. Менің жалпы түсінгенім, қазіргі әртүрлі осы салада білім алып, ұштастырып, өмірлік тәжірибемен ұштастырып қараған кезде, сыни пікірдің өзі әртүрлі мақсатпен айтылады. Ал сондықтан да шынайы жанашырлық егер туындайтын болса, мінекей сол ең бір-бірімізге былай күйе жағып, қара сырттай тиісіп, адамның кім екенін білмей танымай жатып, оның сыртқы киіміне қарай тиісу мүмкін азаяр ма еді деп ойлаймын.
Ал енді осы мәселелерге қазір мысалы жат ағымдардың ықпалына еріп, шетел асып келіп жатқан мысалға арбауға түскен қыз-келіншектердің әсері, ықпалы бар ма осы тұрғыда? Әрине әсері болады әртүрлі көзқарастарға, өйткені мысалға біріншіден жаңа осы жат ағымға еріп әртүрлі соғыс аймағына барып келген өзіміздің әпке сіңлілеріміз, қара көздерді алатын болсақ, мысалға олардың көпшілігі негізі ер азаматтарына еріп, солардың айтқанына еріп, солардың жаңа мойынсұнып, сондай салдармен кеткендер де бар негізінен. Әртүрлі тағдырлар ол жерде. Енді мен бұл жерде ешкімді ақтап отырған жоқпын. Жалпы былай қоғамдағы жағдайлар әртүрлі әсер еткен салдарынан, ал дегенмен бірақ жат ағымдық ұстаным, идеологиялық ұстанымды мығым ұстанамыз деп, тек өзіміздікі ғана дұрыс, ал өзгелердікі дұрыс емес деген сияқты сондай ұстанымда да бар қыз-келіншектер әрине өкінішке орай бар. Мінекей соның салдарынан қоғамда жалпы орамал таққандарға, діни құлшылықтарын орындаушыларға байланысты түрлі шетін көзқарастардың қалыптасуына солар себеп болып жатады. Ал енді өзіміз мысалы зайырлы мемлекетте ата заңымызға енді бағынып өмір сүрудеміз ғой. Мысалы енді осыған байланысты заңға да томпақ келмейтіндей көп бір халыққа да басқа да ұғынықты, түсінікті болатындай кереғар көзқарастар тудырмайтындай болу үшін не жасауымыз керек? Бұл жерде біз шынайы өзіміздің мысалға халықтық ғұрпымыз, ата-бабаларымыздың ұстанған, мысалға Ханафи мазхабы, өзіміздің дінімізді шынайы түсінуіміз керекпіз. Білім тұрғысында. Бізде көбісі ойлайды, мысалы біз Ханафи мазхабындамыз, яғни Ханафи мазхабында бәрі рұқсат етілген, былай қызылды жасылды болып жүре берсе болады деген сияқты түсініктер бар да отандастарымыз бар, өкінішке орай. Ал шынайы тұрғыда, мысалға, ата заңның талаптарын орындайтын болса, ұстанатын болса, яғни адам ретінде оның таңдауына, оның адами құқықтарына құрметпен қарау, бұл дінде де бар нәрсе. Яғни адамға құрметпен қарап, оны тұлға ретінде, шын мәнінде бүкіл ғаламды жаратқан жаратушының жерге жіберген, мысалы, халифасы әрбір адам, мысалға, Алла тағаланың жерге жіберген халифасы деп есептеуге болады. Мінекей солай бір-бірімізге құрметпен қарайтын болсақ, мінекей сонда мүмкін түрлі кереғар көзқарастардан арылуға болатын шығар. Бірақ бұған біз біліммен келу керекпіз. Яғни біліммен түсініп, мына құлшылықты не үшін жасап жатыр, демек мына орамалды не үшін тағып жүр, немесе мынаны былай қалай, неге себепті былай жасап жатыр, оразаны қалай ұстанып жатыр деген сияқты, не себепті ұстаймыз, біздің аталарымыз не себепті ұстады деген сияқты сан ғасыр бойы. Соны біз біліммей тұрғыда түсінетін болсақ, сол кезде көп мәселенің түйіні тарқатылады деп ойлаймын. Жақсы, Айша ханым, алтындай уақытыңызды бөліп, студиямызға келіп осылай сұхбат бергеніңізге көп рахмет. Құрметті көрермен, бүгінгі бағдарламамыз осымен тамам. Келесі жүздескенше.